Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып қазақ тілі пәні. 85-ші сабақ сөз таптары тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта сөз таптарын ажыратуды үйреніп, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоятын боламыз. Бірінші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Нартай мен атасы көршісінің үйіне келді. Оларды құрметтеп төрге шығарды. Осыдан кейін үй иесі сәбиді алып келді. Сәбиге ат қою үлкен міндет деп Нартайдың атасы сәбиді қолына алды. Оның құлағына "Сенің атың Ержан" деп 3 рет айғайлады. Сонан соң үй иесіне қарай бұрылып, "Енді Ержаныңды өз қолыңа алып бесігіне апарып жатқыз" деді. Басқа қонақтар Ержанның өмір жасы ұзақ болсын деп тілектерін айтып жатты. Мәтіннің авторы Серік Нұғыман. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Нартай мен атасы кімнің үйіне келді? Сәбиге кім деп ат қойды? Қонақтар сәбиге қандай тілек айтты? Деген сияқты сұрақтар қойсаңдар болады балалар. Мәтіннен кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді теріп жаз. Балалар, мәтіндегі кім деген сұраққа жауап беретін сөздер: Нартай, атасы, көршісі, сәби, үй иесі, Ержан деген сөздер. Ал не деген сұраққа жауап беретін сөздер: бесік, үй, төр, ат, құлақ, өмір, тілек деген сөздер. Екінші жаттығу: сөздерді оқы. Ата, салт дәстүр, қырық, үйренді, жеті, қызық, шілдехана, бесік, салды, үлкен, немере, жасайды, шақырды, қонақ, әже. Кішкентай сөздері балалар. Сөздерді кестеге орналастыр дейді. Мұнда балалар кестеде кім, не сұрағына және не істеді, қандай, қанша сұрақтарына жауап беретін сөздерді әрқайсысын өз тұсына жазып шығамыз. Кім, не сұрағына жауап беретін сөздер: ата, салт дәстүр, шілдехана, бесік, немере, қонақ, әже сөздері. Ал не істеді сұрағына жауап беретін сөздер: үйренді, салды, жасайды және шақырды сөздері. Қандай сұрағына жауап беретін сөздер: қызық, үлкен, кішкентай сөздері. Қанша сұрағына жауап беретін сөздер: 40 және 7 сандарын жазамыз. Кестедегі сөз мағыналарының әр басқа екенін және олардың қалай топтастырылғанын байқап, өзің қорытынды жасап көр. Балалар, кестедегі сөздер мағынасына қарап, заттың атауын, заттың іс-әрекетін, сапасын, заттың санын білдіруіне қарай топтастырылған. Олай болса балалар, ережені мұқият оқып, есімізде сақтап алайық. Сөздер мағынасына қарай бірнеше сөз табына бөлінеді. Олар зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Бұлар сөз таптары. Үшінші жаттығу: жас баланы қалай атайтынын тауып жаз. Үлгіде көрсетілгендей балалар көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, жас баланы қалай атайтынын табатын боламыз. Сәби, бөпе, бөбек және балапан деп атаймыз. Төртінші жаттығу: кім сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек, не сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек топтап жаз. Үлгіде көрсетілгендей балалар кім сұрағына іні, не сұрағына дәптер. Осылай берілген сөздерді топтап жазуымыз керек. Берілген сөздер: ойыншық, нағашы, ата, түлкі, жоғары, келді, қарға, тәтті, дәрігер, ұста, ұшты, күріш сөздері. Кім деген сұраққа жауап беретін сөздер: іні, нағашы, ата, дәрігер, ұста сөздері. Ал не деген сұраққа жауап беретін сөздер: дәптер, ойыншық, түлкі, қарға, күріш сөздері. Бесінші жаттығу: шығармашылық үзіліс. Атам әңгімешіл әрі көп білетін кісі. Кеше інім екеумізге қазақ халқында 7 қазына деген ұғым бар. Сендер соны білемісіңдер дегенде тосылып қалдық. Сен қалай жауап берер едің? Балалар, қазақтың дәстүрлі дүниетанымында 7 қазына деген ерекше ұғым бар. Қазақ халқы 7 қазынаны ер жігіттің өмірімен байланыстырады. Оның ұғымына мыналарды жатқызады: ер жігіт, сұлу әйел, құмай тазы,
берен мылтық, жүйрік ат, ақыл, білім және қыран, бүркіт. Балалар, сендер де жеті қазына жайлы білетіндеріңмен топта бөлісулеріңе болады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.